Армысыздар, құрметті қазақстандықтар. Мен Сыдық Ақжан Қылышбекқызы, Мұхамеджан Тынышбаев атындағы Шымкент көлік колледжінің жастар ісі жөніндегі инспектор қызметін атқарамын. Елімізде орын алған төтенше жағдай, індеттің таралуы әрбір ақын жанының жүрегін қозғамасы анық. Осыған орай өзімнің қаламымнан туындаған жүрек жарды өлеңімді сіздерге арнаймын. Болашаққа жүрушедік алаңғып, сенімменен сергелдеңді амал ғып, қу тірлікпен қарабастың қамышын жалғандықта жалаң төс болып дарылдық. Пендешілдік шылауына ілігіп, аталады міне осы бодандық. Сөйтіп жүріп шұбатылып жүргенде карантиннің қамауына қамалдық. Сөккенім жоқ, бұл жанымның ашығаны, адамзатты сүйемін бауырым деп, жұртым десе жан дүнием тасынады. Көргенде елімнің қара көзін, шабытым шарықтап бір басылады. Тәубесін ұмытпаған қалың елім, сен менің бағым едің, арым едің. Қаншама сынақтарды өтсең дағы қиындықты төңкеріп алып едің. Әлем жұрты вирус десе алаңдайды, үйден шығып өзге жерге бара алмайды. Бірлікпенен жеңейік бұл вирусты, сонда ғана індет бізді ала алмайды. Қалың елім, қазағым, қара көзім, жүрегімнен жарып шықты қара сөзім. Ақ халатты абзал жанның жасайықшы, үйде отыр сақтан деген дана сөзін. Жеңеміз, әлі бұны өткереміз, өрлейміз, әлі талай көккеде біз. Тәубе қыл, үйде отыр сақтана ғой, сабыр қылып күтеміз, тек көнеміз.